Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пеште дайындалған котлетный рецептісімен бөлісетін боламын. Орысша айтқанда сочный болып шығады, және де видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі тартылған ет. Тартылған етімізге сәбіз, картоп, пиязымызды қосып жақсылап араластырамыз. Мен барлығын ет тартқышта өткізіп алдым, және де үккіштен өткізсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз, және де су құямыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз қолымыздың көмегімен. Немесе қасықтың да көмегімен араластырсаңыздар болады. Ең соңында жұмыртқамызды салып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Мен астына пергамент қағазын салдым. Енді осының үстіне бір ас қасықпен сұйық май құйып, жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Барлығына осылай жағып шықтым. Ендігі кезекте котлет жасайтын боламыз. Кішкене қолымызды сулап, енді домалақ етіп котлет жасаймыз. Өздеріңізге қандай форма ыңғайлы, солайынан котлет жасай берсеңіздер болады. Маған домалақ ыңғайлы, және де әдемі көрінеді. Осылайынан кішкене котлет жасап шығарамыз. Өз қалауларыңыз бойынша үлкен кішкентай қылып жасасаңыздар болады. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Уақыттарыңыз тығыз болған жағдайда осы котлетті жасасаңыздар болады, және де майға қуырып жасауға да болады осы рецепт бойынша. Ал достар, біздің котлетіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Жұп-жұмсақ болып шығады, және де сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан бұдан да көптеген рецепттерді көре аласыздар.